Сәлеметсіздер ме достар, осында Береке банк. Так, біз картамызды приложить етеміз міне мына жерге. Салып маңызды емес мына жерге міне. Так. Одан кейін пин код жазамыз. Мына жерде жазамыз. Так, қолма-қол ақша алу дейді. Мына жерде баланс көру болады еще. Сол қолма-қол ақша алу. Мына жерде сразу таңдап кетуге болады. 10 мың, 7 мың деген сияқты. Мысалы маған 20 мың дейік. Ақша саналуда. Мына жерден береді ақша. Так, аламыз. Так. Сау болыңыз дейді. Так, егер сіздерге чек керек болса, мына чек керек деп ұмытпаңыздар. Мына жерде арнайы сумма жазуға болады. Жоғары жағында баланс білуге болады. Мысалы баланс. Осындай балансқа. Мысалы 3000 теңге дейді тағы. Қолма-қол ақша алу, мысалы басқа сумма. Чек электронный почтаға жіберуге болады, еще басып шығаруға болады. Электронный почта қызық екен. Мына жерде таңдалмайды. Так, чек басып шығару дейміз. Так, неге жақындатып қойсын, жақындатып қайтты. Біліп жүремін жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Аламыз. Қол қысып қалу ондай жоқ. Чек. Так, чек. 40 мың қалды ішінде, 3000 теңге. Біліп жүремін жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.